Баршаңызға сәлем, сіздермен Ұлжалғас. Осылай үй тұрмысында тандыр нанын жай ғана духовкаге жауып көрсетпекшімін. Өте дәмді, өте жұмсақ, барлығының көңілінен шығатын ең маңызды үй тұрмысында азық-түліктермен жасап көрсетемін. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керегі ұн, ерітілген сары май, жылы сүт, ашытқы, тұз және шекер қажет. Ең әуелі таза ыдысымызға үлкенде ыдыс алыңыздар. Жылы ыстықтау келген сүтімізді саламыз, шекерімізді саламыз және тұзды салып, ашытқымызды салып, тұз бен шекер ерігенше осылай жаймен отырып араластырамыз. Тұз бен шекер ерігеннен кейін ерітілген сары май немесе маргарин қолдансаңыздар да болады. Кез келген салып, бір араластырып, ұнды жаймен отырып салып илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болу керек және июі қану керек. Мінекей, ұнды осы 4-5 бөлікке бөліп салдым. Осылай жаймен отырып илейсіздер. Маған 1 килограммдай ұнның өзі жеткілікті болды. Мінекей, барлығын жинап, қолды тазалап, ыдыстарымызды тазалап, осылай июін қандырып, әдемі қамыр илейміз. Мінекей, июі қанып, осылай барлығы басы бірігіп, әдемі қамыр иленді менде. Енді осының барлығын бір шетке жинап, жан жағын барлығын тазалап, бетін пищевой пленкамен орап, жылы жерге 2-3 сағатқа қойып қоясыздар. Бетін жылы матамен орап саңыздар да болады. Мінекей, менде 2 сағат тұрды. 2 есе көлемі көтерілді. Енді кішкене ғана ұнды алып, осыны мен 6-ға бөліп шықтым. 350-400 грамм примерно бөлесіздер 6-ға. Міне менде 6 бөлік болды. Сіздер үшін таразға тартып көрдім. 400 граммдай шықты. Одан кейін біреулеп осындай зуалы тәсілде жасадым. Яғни дөңгелек пішінге келтіріп, осындай листке пергамент қағазын қойып, мендегі паклан барлығын осылай зуала етіп, алтауында бір жерге қойып қойдым. Осылай дөңгелек қойып 5-10 минут және тұндырасыздар. Яғни кішкене ғана іскеннен кейін ортасын бір басып және 15 минутқа жібересіздер. Менде 10 минут тұрды. Мінекей осындай пищевой пленкаға салып 15 минут мен тұндырдым. Міне көлемі 2 есе көтерілді менде. Осылай алып, тек қана ортасын саусақтың, 3 саусақтың көмегімен осылай басып шығасыздар. Алтауында пісіретін болса, менде бір-біріне тиіп, бір-біріне жабысып қалатын еді. 4-еуін бөлек, 2-еуін бөлек пісіруді жөн көрдім. Міне ортасын ғана саусақтың көмегімен, ұшымен осылай басып, шет-шетін баспаңыздар. Вилка немесе осы нан ұрғышпен ортасын ұрып, бетіне бір жұмыртқаны шағып, жұмыртқаны щетканың көмегімен осылай жағып, шет-шетін пышақ немесе осылай пицца кесетімен осылай әрлеп сәндеп шықсаңыздар да болады. Бұл қатты маңызды емес. Одан кейін жұмыртқаны салып, духовкаде 180 градуста 25 минутта пісіріп алдым. Щетканың көмегімен жұмыртқаны барлық жеріне тигізе отырып жағыңыздар, тимей қалмасын. Ең соңында қара күнжітпенмен сәндедім. Күнжіттің орнына сіздер тимей немесе мак қолдансаңыздар да болады.
мінекей 180 градуста 25 минутта осылай әдемі болып менің нандарым пісті. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бірден идеально шығатын рецепт. Ас болсын.